Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай жасалатын рулет тортын дайындаймыз. Енді бисквитім көтерілмей қалды деп уайымдамайсыздар. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, бір жасағаннан торттарыңыз дәл осылай шығатын болады. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен үлкендеу құрғақ таза ыдысқа жұмыртқаны саламыз. Үстіне қантты, шым-шым тұзды салып, миксермен ағарып, көтеріліп шыққанша көпіртіретін боламыз. Ыдысымыз міндетті түрде таза, құрғақ болғаны дұрыс. Міне дәл осы видеодағыдай ағарып, көтеріліп шығады. Енді осы массаның үстіне сұйық майды саламыз. Сүтті саламыз. Көп араластырмаймыз, кішкене ғана араластырып алсақ жетеді. Енді ұнға қопсытқышты салып, електен өткізіп саламыз. Міндетті түрде електен өткізу қажет. Сосын осы массаны венчикпен не болмаса миксермен жақсылап араластырып аламыз. Көп араластырып жібермейміз. Енді осы массаны пергамент қағаз салынған листке салып, жайып барлық жерін тегістеп шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минут уақытта пісіріп аламыз. Піскенін шпажканың көмегімен тексеріп алсақ болады. Дәл осы видеодағыдай үсті қызарып шығады. Енді толықтай суытып аламыз. Сосын пергамент қағазынан шешеміз. Енді осы арада кремін дайындап аламыз. Салқын мұздатқышта тұрған творожный сырға қант ұнтағын салып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Творожный сыр, сливки барлығы бізде мұздатқышта салқын болып тұрған болуы қажет. Енді үстіне сливкиді саламыз. 33%-ды Чудское озеро сливкисін пайдаланамын. Салып, миксермен жақсылап араластырып, қою крем жасап аламыз. Міне дәл осындай көріністе өзінің формасын ұстайтын крем дайын болады бізде. Енді бисквитімізді теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Сосын үстіне кез келген джем не болмаса варенье қолдансаңыздар болады. Үстіне осылай жағып шығамыз. Мен малина, клубника вареньяларын қолдандым. Барлық жеріне жағып шығамыз осылай. Сосын үстіне кремін жағып шығамыз. Кремнен аздап бөлігін мен алып қойдым, үстіні әсемдеу үшін. Барлық жеріне бір тегістей етіп жағып шығамыз. Енді әрбір бөлігін дәл видеодағыдай орап шығамыз. Міне дәл осылай орап шығамыз. Соңғы бөлігін осылай ораймыз. Үстіндегі шетіне шыққан кремдеріні жағып, әдемілеп аламыз. Кольцоға салып, бетін жауып, не болмаса пакетпен орап, 2 сағатқа тоңастықшыға қалдырамыз. Үстіні алып қойған креммен әсемдеп шығамыз. Қалай әсемдеу өз қалауларыңызша, мен осылай гүл насаткасымен әрлеп шықтым тортты. Қалған кремдердің шетіне де дәл осылай жағып шықтым. Үстіне аздап фисташка ұнын сеуіп шықтым. Сосын кивимен әсемдеп қойдым. Біздің тортымыз дайын, өте әдемі, оңай жасалынатын торт болады. 1 сағатта тез дайындап тастасаңыздар болады. Дәміне сөз жоқ, өте жұмсақ болып шығады. Бисквитті тортты ұнататындар дәл осы тортты жасап көруге кеңес беремін. Қазір ішін кесіп көрсетемін. Кескен кезде де тортымыз ерекше әдемі болып тұрады. Өте жұмсақ, жиымтал торт болады. Ешқандай бисквит, торт жасай алмайтындар да осы тортты оңай дайындайсыздар деп ойлаймын. Видео ұнаған болса, лайк басып менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!